Армардақты көрермен, әнші үшін ең биік сахна тыңдаушының жүрегі деген сөз бар. Бүгін біздің студиямызда қонақта әнші, президент оркестрінің ән және эстрада ансамблінің жетекші солисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әсел Мәдекешева. Әсел ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Әлбетте, өнер адамдарымен сұхбаттарымыз біздің әдетте балалық шақтан басталады. Балалық шаққа саяхаттан бастап жатамыз. Ақтөбеде бастау алған бала арман сізді үлкен сахнаға қалай жетеледі? Сізге шабыт берген, өнер жолын алып келген кім, немесе қандай оқиғалар? Жалпы менің негізгі өмірімдегі, өнердегі өнерге жалпы ғашық болуыма ең бірінші себепкер болған менің анам. Ол кісі ұйықтатар алдында міндетті түрде әлдилетіп, қазақтың халық көне әндерін айтушы еді. Сонымен қатар ол кісі көбінесе орыстың романстарын көп айтушы еді. Сол себептен мен ойлаймын, менің ең бірінші естіген ән болсын, әуен болсын, анамнан болды. Жалпы мені былай байқауға, үлкен сахнаға шығуыма жетелеген менің әкем. Ол кісі көп мән беретін болған киімнің үлгісіне, дауысыма, жүріс-тұрысыма қарап, ол кісі сондай бір үйретуші еді маған. Өнер адамдар ма, ата-анаңыз? Ол кісі жалпы өнер адамдар емес, бірақ анамның өзі жалпы білімі болмаса да, диплом болмаса да, ол кісі әнге өте жақын адам болған. Өте әдемі айтушы еді ол кісі былай әндерді. Классикалық вокал бағытында білім алдыңыз. Классика мәңгі өлмейтін жанр дейміз ғой. Бұл бағытты таңдауыңызға не себеп болды? Жалпы классикалық әнге қалай келдім дегенде, Ақтөбе қаласына көшіп келдік ауылдан. Әкем өзі Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжге алып барып, мені сол жердегі өзімнің жасым кіші болғандықтан мені вокалдық өнерге алмаған. Сол себептен мен хор дирижерлік бөліміне түскенмін. Сол салада жүріп оқып жүрген кезде өзім бір әнге жақын болғандықтан мен бір ұстаздан, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі, қайраткері Марат Айтимов деген ұстаздан білім алдым. Сол кісіден вокал деген не екенін сол кісіден білдім. Ол кісіден білім алған өзіміздің мақтанышымыз қазақтың халық әртісі Димаш Құдайберген. Сол кісіден мен бір білім алдым деп ойлаймын. Енді классикалық вокал өнерден. Димаштың анасы Света Айтбаева да сол Марат ағаның шәкірті. Бүгінгі таңда еліміздің бас оркестрі, президент оркестрінде қызмет етіп жатырсыз. Жалпы оқуды бітірген кезіңізден бастап осы ұжымда қызмет етіп келесіз. Қандай тәжірибе жинадыңыз? Президент оркестрі сізге не берді? Жалпы президент оркестрі бұл үлкен ұжым. Мен ол оркестрге келер алдында бірнеше байқауларға қатыстым, сайыстарға қатысып, сол байқаулардан орын алып, жүлде алып, президент оркестрі мен шақырып, сол салада әлі күнге дейін жұмыс жасаймын. Бірақ президент оркестрден мен көп нәрсе алдым деп ойлаймын. Мен үшін үлкен ол мектеп. Өйткені ол жерде атақты, мықты әншілер жұмыс жасаған, музыканттар жасаған, әлі күнге дейін жасап келе жатқан адамдар бар. Сол кісілерден көп тәлім тәрбие алдым. Сол кісілерден мен кәдімгідей дәріс алдым деп ойлаймын. Жалпы президент оркестр деген ол орысша айтқанда мобильдік не болу керек деймін да. Жұмысымыз көбінесе өткені біз іс-шараларымыз көп болады. Әсіресе мына протоколдық іс-шаралар көп өткендіктен біз дайын болуымыз керек. Біз бет әлпетіміз, дауысымыз, берген әнімізге дайын болуымыз керек. Бабында жүру керек. Бабында жүру керек. Мен білем, мен білмеймін деген ондай бір болмау керек. Үнемі бір дайын болып тұру керек. Президент оркестр сондай маған сол жағынан үйретті деп ойлаймын. Сосын енді адамның ең үлкен көркем мінез дейді ғой, көркем мінезімен сия білу керек деп ойлаймын. Үлкен ұжымға. Үлкен ұжымға. Енді бұл президент оркестрінің әртістері әскери шенді болады. Әскери шеніңіз капитан. Қыз баласына
қыз балаға әскери сала мен өнерді қатар алып жүру қиын емес па? Сіздер де ол жерде кәдімгі әскерилер тәрізді жаттығасыздар ма, сапқа тұрасыздар ма, сол туралы? Иә, бізде де ол енді әлбетте біз әскери адам болғандықтан, жартылай енді біз әнші болғанымен міндетті түрде біз әскеридің бір жағы построение дейді ғой, жағы сапқа тұрамыз, өзіміз жағы киіміміз бар, әскери киіміміз міндетті түрде кәдімгідей шагат етеміз дейді ғой, былай бір айтқанда. Соның бәрін жасаймыз міндетті түрде, бірақ көбінесе әнге, музыкаға көңіл бөлеміз. Жедел дабыл қағылып? Ол болады, міндетті түрде болады. Оған бәріміз уже үйрендік. Енді, бірақ қиын деп ойламаймын. Қиын емес. Енді сіз классикалық вокал әншісіз, бірақ осы президент оркестрінде эстрада жанрын қатар алып жүрсіз. Осы екі жанрдың арасында қандай айырмашылық бар? Қалай үйлестірдіңіз? Қалай үйлестіріп келесіз? Классикалық вокал деген жалпы күрделі жанр. Өте күрделі жанр. Енді мен алып прям жармай қойдым, эстрадалық, классикалық болсын, дәстүрлі ән болсын. Әр өзінің саласына өзінің бір ауыртпашылығы болады, қиындығы болады. Онымен қатар адамның классикалық әнде айырмашылығы эстрада мен дәстүрлі әншілерден қарағанда айырмашылығы, мысалы, әншілері көбінесе Астана операсында жұмыс жасайды ғой. Ол жерде міндетті түрде әнмен қоса ойнау керек, спектакль ойнау керек, декорация деген бар, мына костюмдер бар, мына костюмнің өзі қаншама өзі мына жүк болады. Сол үшін мына қиын соғады деп ойлаймын. Сол себептен сол жағынан бір айырмашылық бар деп ойлаймын. Былай дәстүрлі ән, эстрада ән деп жармай қойын, ешқандай білмеймін. Бірақ әр саланың өзінің ауыртпашылық, қиыншылығы бар. Мысалы, бір әнді классикалық орындауда, мәнерде орындап, және эстрада түрінде орындап бере аласыз ба қазір? Иә, қазір енді бір эстрадалық түрде қылып айтып жеткізіп берейін. Абайдың әні «Желсіз түнде жарығайды» бір кішкене ұзын түсінен. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Эстрада қылып айтып беріп жатырмын. Енді классикалыққа келсек, ол жерде ариялар айтылады, көбінесе мына операның үзіндісілерінен. Енді Cuando me solita per la via, la gente sosta y mira, e la bellezza mia tutta ricerca me da capo a pie. Сонысымен күрделі деп ойлаймын, өйткені классикалық вокалда көп күш керек, кәдімгідей көп еңбектену керек, көп уақыт керек. Әсіресе әйел адамға қиынға соғады, өйткені әйел адам тұрмыс құрғаннан кейін мына даусының дыбысы бәрі өзгереді. Баланы дүниеге алып келген кезде де әйел адамның дауысы мүлдем өзгереді. Мына грудной дейміз, грудной ашылуы мүмкін, мына жоғары ноталар ашылуы мүмкін. Сол себептен әйел үнемі өзінің несін дауысын сақтауына үлесін көп қосып, жүгіріп, көп дайындықта жүреді. Сол жағынан деп ойлаймын, енді көбінесе қиыншылығы содан классикалық вокалда. Енді өзіңізде отбасылысыз, өнерлі отбасысыздар, сіздің жолдасыңыз Аллажар Қайбар, дәстүрлі әнші. Дәстүрлі әнші мен классикалық вокалдың тоғысуы қалай орын алуда, сіздердің шығармашылықтарыңызға бір әсері бар ма? Жалпы енді жолдасым дәстүрлі әнші болғандықтан, екеуміз бір салада, бір мекемеде оқыдық, Қазақ ұлттық музыка академиясында. Сол жерде енді оқыдық, білім алдық, бірге жұмыс жасадық, президент оркестрінде жұмыс жасаймын әлі күнге дейін мен.
мен ойлаймын, екеумізге бір-бірімізге біз бір не көп нәрсе үйреттік деп ойлаймын. Өйткені ол кісі дәстүрлі әнші болғандықтан, мен халық әндерін көбінесе айтар алдында міндетті түрде мен ол кісіден сұраймын. Бұл әннің тарихын, бұл әннің жалпы қалай айтылуы, оригинал дейді ғой, ол жалпы адамдар қазір көбісі әнді былай қылып айтқысы келеді, былай қылып айтқысы келеді, бірақ мен дегенмен біріншіден жаңағы өзінің кім ең бірінші түпкір нұсқасын ең бірінші кім айтқан, сол кісінің жаңа әндерін тыңдап шығамын, жолдасымнан сұраймын, ол кісі үйретеді. Мысалы біз студияға да барғанда, біз студияда міндетті түрде ол кісі маған үйретеді. Әнді былай айт, ырғағың былай болу керек, дыбысты былай шығар. Ал классикалық вокалға келгенде ол кісі менен сұрайды. Өйткені ол кісі дәстүрлі әнші болғаннан кейін, мына постановка голосы дейді ғой, сол жағынан кішкене ол кісіге де түсіндіріп үйрете қоямын, түсіндіремін. Мына әнді былай домалақтап, даусыңды бір сөйтіп айтсаң, мына әріпті осылай қылып айтсаң деп. Сол үшін біз екеуміз бір-бірімізге сондай бір жақсы бір-бірімізге не береміз, баланс дейді ғой, толықтырып бір-бірімізге. Сол үшін қиынға соқпайды деп ойлаймын. Балаларыңыз өнерге қызыға ма? Өнерге қызығады, қызым да, ұлдарымызда да қызығады. Бірақ қызымыз енді өзі архитектура саласында оқиды. Біз ойлағанбыз музыкаға енді жоламасын деп, өйткені қыз балаға кішкене қиындау болады деп. Гастролі бар, тағдыры не болады деп. Сондықтан бәрібір де қызым шығармашылыққа бәрі ауып кетіп отыр, архитектураға барам, дизайнерге барам дегесін. Екі ұлым енді, олар мектепте жүргізуші болады, ән айтады, байқауларға қатысып жүреді. Енді оны көре жатамыз, болашақта кім болатын. Өнер отбасы, енді екі әншінің баласы қанша дегенмен бәрібір өнерге жақын болады ғой. Алма ағашынан алысқа түспейді дейді. Өнердің шыңы құрметке лайық деген сөз бар. Осы былтыр ғана Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген атақ алдыңыз. Жалпы өнер адамы үшін осы атақ, даңқ, құрмет қаншалықты маңызды? Сіздің өміріңізде не өзгерді осы атақтан кейін? Жалпы адамның мына атақ алғаннан кейін, енді ол үлкен жауапкершілік. Атаққа дейінгі, атақтан кейінгі ол екі түрлі деп ойлаймын. Өйткені атаққа дейін адам еңбектеніп, ізденеді, конкурстарға қатысады. Оның бір баспалдағы өте бір ұзақтау деп ойлаймын. Өйткені адам деген сол атаққа жету үшін байқауларға қатысады, үлкен концерттерге қатысады, еңбектенеді, ізденеді. Сол себептен атақ алу оңай деп айта алмаймын. Атақты алғаннан кейін оның да бір несі өте ауыртпашылығы бар, қиыншылығы бар. Өйткені үлкен жауапкершілік пайда болады. Одан да екі еселеп жұмыс істеп, еңбектенуді ойлаймын керек. Талпыну керек, көп уже жалпы халықтың алдында көзге түсе бастайсың. Сол себептен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген атқа лайық болып, өзіңді соған сай ұстап жүресің. Міндетті түрде болмысың бәрі осының бәрі өзгереді деп ойлаймын. Көп адам өз-өзінің жүріс тұрысына, киген киіміне, сөйлеген сөзіне, айтқан әніне, сахнаға шыққанның өзі бір үлкен бір мәдениет қой, бір шыққанда да бір болмысыңды көрсетесің, дауысыңды, іштегі көңіл күйіңді көрсетесің. Сол себептен уже бәрі басқашалау болады бәрібірде. Бір ғана номерді әнші сахнаға алып шығады, 2-3 минуттың ішінде бір әнді орындайды. Бірақ сол кезде көп ақпаратты, көп эмоцияны көрерменге сыйлап үлгеру керек. Ол өзінің қас-қабағымен, бет әлпетімен, жүріс тұрысымен, сіз айтқандай, қимыл қозғалысымен және даусымен, орындаулық шеберлігімен соның бәрін беріп үлгеру керек қой. Міндетті түрде ол сахнаға шыққаннан кейін ең бірінші бастапқы халық нені көреді? Адамның болмысын бір көреді, бет әлпетін, мына киген киіміне қарап, жеткізу әнді айтқанда әнші жалпы мына іштегі көңіл күйін халыққа жеткізе білу керек. Іштегі бір эмоция дейді ғой. Енді жалпы сахнаға шыққанда енді қобалжу деген болады, міндетті түрде болу керек әрбір әншіге. Онсыз болмайды. Бірақ дегенмен өзін ұстай біліп, әніңді жеткізе біліп, сосын міндетті түрде әншіде мінез керек. Мінез болса, әніңді әдемі жеткізе білесің деп ойлаймын.
Өйткені бір адамда әртүрлі мінез болады ғой. Біреуде жұмсақ мінез болса, ол жұмсақ, нәзік жеткізу мүмкін әнді. Біреуде бір сондай бір қатты, бір сондай бір мінез болса, бір намысшыл сондай адам болса, ол патриоттық әндер көбінесе сондай әндер айтатын болады. Сол себептен әншінің жаңағы несі әртүрлі болады. Өзінің табиғатына сай репертуар таңдайды ғой, иә? Репертуар таңдайды. Ал сіз репертуарды қалай таңдайсыз? Қандай әндер көбірек? Мен жалпы өзім репертуар таңдағанда өзім жақсы көретін әндерім бар, айтып жүрген. Бірақ дегенмен мен қазір мына президент оркестрінде жұмыс істегеннен кейін ол жерде міндетті түрде жаңағы берілген тапсырма бойынша біз әндер орындаймыз. Ол жерде жаңағы міндетті түрде басқа елдің жаңағы лауазымды жаңағы президенттер келеді, басқа жақтан, басқа елден. Сол кісілерге, сол басқа елдің президенттеріне міндетті түрде біз сол кісілердің, сол елдің біз әндерін орындауымыз керекпіз, сол мәдениетін көрсете білуіміз керекпіз. Сол үшін біздің репертуарымыз ол жерде уже басқашалау болады. Міндетті түрде патриоттық болу керек, халық әндер болу керек. Әнді айтқанда жаңағы міндетті түрде эстрадалық симфониялық оркестрмен орындау керек, қазақ халық аспаптарымен ән орындау керек, жетігенмен, сыбызғымен деген сияқты. Өйткені өзіміздің қазақтың өнерін біз көрсете білуіміз керекпіз басқа ұлттың жаңағы президенттеріне. Сонымен қатар әртүрлі тілде ән орындайды екенсіз, иә? Бұл әртүрлі тіл білу, үйрену оны. Бұл сіздің репертуарыңызды, сіздің жалпы шығармашылығыңызды қалай байытты? Президент оркестрінде жұмыс істегеннен кейін сол үлкен маған бір не болды. Жаңағы мен жалпы басқа ұлттың әнін айту мен үшін қиын болған жоқ. Неге десеңіз, өйткені біз классикалық вокалда оқығанда бізге міндетті түрде итальянша, французша, орысша, қазақша сондай әндерді көбінесе үйретеді. Французша сондай тілде әндерді үйреткеннен кейін мен үшін ол қиынға соққан жоқ. Енді оркестрде істегеннен кейін біз әннің сөзін жаттағанда да 2 күн қалсын, 3 күн қалсын бізге әннің сөзін береді. Біз міндетті түрде ол ән тапсырма бергеннен кейін біз ол басқа елдің әншінің тыңдап ырғағын, дауысын, мына дикциясын, қалай мына әріпті жеткізе білетін, соның бүкіл әндерін әбден бір өзіме сіңдіріп алам. Оны сосын өзімдік ойымша қылып айтып шығамын. Енді дегенмен бәрібір де сол кісілердің бір несімен айта алмайсың ғой, бәрібір дегенмен бір жеткізе білесің әнші болғаннан кейін. Сол үшін мен үшін ол қиын емес басқа ұлттың әндерін айту, басқа елдің. Жанды дауыспен жүрекке жеткізе орындау нағыз өнер. Эстрадалық, симфониялық оркестр, қазақ дәстүрлі оркестрімен концерттер береміз деп айтып отырсыз. Өз концертіңізді де сіз жанды дауыста оркестрмен бердіңіз. Бұл концерттің ерекшелігі мен қуанышы неде болды? Иә, дұрыс айтасыз. Мен 2023 жылы өзімнің есеп жеке концертімді бердім. Ол жерде жанды дауыста эстрада симфониялық оркестрмен бердім. Біздің президенттің оркестрінің сүйемелдеуімен концерт өтті. Бұл концертте ерекшелігі бір Беларусьтың халық әнін біздің қазақтың халық аспабымен, жетігенмен, сыбызғысымен орындаған. Бұл бір мен үшін бір ерекше бір не болып шықты, бір әдемі болып маған естілді. Ойлаймын, көрерменнің несіне көңіліне шықты деп ойлаймын. Сол. Басқа? Бұл концерт туралы айтпайсыз қосымша? Жалпы көп әндер орындалды. Ең біріншіден енді өзі 3 блоктан құрылған концерт болды. Ең бірінші блок ол міндетті түрде біздің бірінші қазақтың халық әндерінен бастады. Ол жерде қазақтың халығына Беларусь, Қытай, орыс халық әні, Украина бір жан-жақты әр ұлттың әндерімен бастадым. Екінші блок ол менің классикалық вокалдық өз мамандығым бойынша әндер айттым. Ол жерде тағы бір айта кететінім, ол жерде менің бір русский романстар көбінесе ән айттым. Өйткені өзім романстарға жақын мен үшін жанр. Екінші блок сол романстармен аяқтадым. Үшінші блок ол жерде үлкен жағы атақты өзіміздің аға әпкелеріміз қатысты. Сол жерде бірігіп дуэттеріміз көп болды. Жолдасымен дуэт болдым. Қандай әншілер қатысты? Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Таңатаров ағамыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Медет Салықов, Клара Төленбаева,
Еркебұлан Сарсенбеков, Гүлсәнім Жұмағалиева, өзімнің жолдасыммен бірге дуэтте ән айттым. Сол концертім сондай бір өзіме, енді айта алмаймын, енді бір сондай үлкен концерт бердім, бірақ дегенмен өзімнің көңілінен шықты деп ойлаймын, көрерменнің көңілінен шықты деп ойлаймын сол концертім. Ең бастысы шығармашылық есеп бердіңіз ғой осы кезге дейінгі. Алдында. Иә. Барлық жиған тергеніңізді халыққа паш еттіңіз. еттіңіз. Түркияда өткен 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Мәңгілік ел деген әнді сахнаға алып шықтыңыз. Бұл сол көшпенділер ойындарының гимніне айналған ән, түрік тілінде орындалды ғой. Осы әнді әлемдік аренаға алып шығу қандай сезім сыйлады? Бұл ән 4-ші дүниежүзілік фестивалі, жаңағы мына сайыс дейсіз ғой, ол Түркияда Бурса деген қаласында өткен. Ол елге мені арнайы шақырып, осы әнмен қатысып берсеңіз деген сондай бір шақырылумен келгем. Ол жерде Бекболат ағамыздың әнін орындадым. Жалғыз орындаған жоқпын, қасымда жаңағы түркмен, өзбек, қырғызстан, әр жаңағы елден келген әншілермен бірігіп осы әнді біз жауылына бір гимн секілді қылып айтқанбыз, орындағанбыз осы әнді. Мен үшін бір үлкен, бір әдемі бір жаңалық. Өйткені мына осы әнді мен қазақша орындап жүргенде басқа ұлттың әншілері айтқанда мен үшін басқаша болып естілді бұл ән. Жалпы сөздері басқаша болды, әуені. Сол себептен жаңағы ерекшесі сода деп ойлаймын, жаңағы шетелге барғанда, қатысқанда осы әнмен. Және ерекше бір мақтаныш сезімі, патриоттық сезім оянады. Иә, міндетті түрде. Түркияға барғанда өзіміздің қазақтың әнін орындағаннан кейін бір патриоттық бір сезім, мақтаныш бір болады адамның бойында. Әнді орындап тұрғанда Түркияның елінде қазақтың әні мен үшін бір үлкен мақтаныш деп ойлаймын. Жалпы халықаралық байқауларда өнер көрсетіп, көптеген елдің мәдениетін көрдіңіз, көптеген елдерде болдыңыз. Сол тәжірибеңіз туралы айтып берсеңіз. Мен өзім жалпы халықаралық конкурс байқауына қатысқан, Башқұртстан, Уфа қаласында. Ол жерде де әртүрлі әр елден қатысушылар қатысты, бірігіп бәріміз қатысқан болармыз. Қазақстандағы қаншама конкурстарға қатыстым, байқауларға, мына өзіміздің шабыт, Шәмші Қалдаяқов атындағы конкурсқа қатысқан, өзіміздің республикалық конкурс жас қанат байқауына қатысқан. Сол сайыстарда, сол байқауларда мен көп үлкен тәжірибе алдым. Қаншама режиссерлармен жұмыс жасадық. Қаншама бір-бірімізге жаңағыдай әр ұлттың әндерін тыңдап, естіп, солардан алатынды алдым өзіме ұнайтын естіп, олардың әннің ырғағы, үні дейді ғой, енді сондай нелерді естіп әншілерден, сол әншілерден сондай бір не алдым, әсер алдым. Әсел ханым, әр ән бір әңгіме деген қанатты сөз бар ғой. Расында бір әнді алып шыққан кезде халық қайтатын сіздің бір ішкі жан дүниеңізде әңгімеңіз болады, баяныңыз болады. Шығармашылығыңыз арқылы нені насихаттағыңыз келеді? Жалпы ән деген енді адамның іштегі көңіл күйі, адамның болмысы, алған білімі, тәрбиесі, сол арқылы әнші жеткізе білу керек көрермендерге. Насихаттағанда енді міндетті түрде біз енді жағы патриоттық әндер айтамыз, халық әндерін айтамыз, насихаттап. Жалпы ән деген енді 7 нотадан тұрады ғой. Сол 7 нотадан қаншама шедеврлар шығады, қаншама әндер, әуендер шығады. Сол әндер, әуендер арқылы біз халыққа жеткіземіз. Шабыт жүрекке қонған қанат дейді. Әрине шығармашылық адамы, өнер адамы шабытсыз тұра алмайды. Сізге шабыт беретін қандай туындылар бар? Мүмкін ол міндетті түрде ән емес шығар.
театрға барғанды ұнатасыз ба, сурет галереяларын аралайсыз ба, неден шабыт аласыз? Енді күнде Астана операға барам деп айта алмаймын. Өйткені мына жұмыс бабымен шалмайтын кездер болады. Жалпы тырысамын операға баруға, спектакльдерге баруға, өзіміздің мына Қазақстанның қазақ драма театрларына баруға. Өзім қызымның жағы архитектурада оқығандықтан суреттің көрмелеріне барып тұрамыз. Арасында өзі қызым айтқаннан кейін барып тұрамыз. Жалпы енді шабыт деген неден келеді деп ойлайсыз? Енді адамның көңіл күйіне байланысты деп ойлаймын. Адам көңіл күйіне қарап, іштегі сезім дейді ғой. Сол арқылы шығады деп ойлаймын. Ән, үн, адамның дыбысы. Енді міндетті түрде ол айналасындағы театрға барса, көрмелерге барып тұрса, адамның көзі ашылады міндетті түрде. Мәдениеттің қай саласын ұнатасыз деген сұрақ еді ғой қойғым келген. Жалпы қазіргі қазақ мәдениеті туралы ойыңыз қандай? Қазіргі мәдениет өте жоғары деңгейде деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жастар өте пысық, өте талантты. Өзіміздің қазіргі Димаш Құдайбергеннің өзі үлкен әлемдік сахнада Қазақстанымыздың мәдениетін, өнерін көрсетіп, паш етіп жүрген әнші. Сол себептен әншілер жастар жалпы қазіргі ғаламтордан, әлеуметтік желден көп нәрсе алады деп ойлаймын. Өйткені ол жерде көп ақпараттар бар. Үйренем деген әнші былайда үйреніп, былайда іздеп, желден де үйреніп алады деп ойлаймын, ғаламтордан. Сол себептен қазіргі мәдениетіміз өте жоғары. Қазіргі жастар қазір концерт қоямын десе, үлкен концерт, үлкен аренада берем десе де, үлкен аренада да беріп жатады концерт. Қазіргі өте пысық, әншілер өте, қазір жастар өте көп. Қазір қарап отырсам, үлгермей жатамыз, небір әндер шығып жатып, тыңдап даже үлгере алмай қалып жатам. Сол себептен қазіргі мәдениет өте жоғары біздің Қазақстанда. Жағдайда жасалған ғой, концерт залдары бар. Концерт залдары өте көп. Қазір театр десе, театрда бар, қазақ драма театры бар, Астана опера бар, филармония бар. Жалпы мынандай үлкен мынандай концерттік сахналар көп. Қазір жалпы мына жастарға мүмкіншілік өте көп. Сол себептен мен ойлаймын, ізденіп жасайым деген адам, ол міндетті түрде ол табады, істейді. Жасайым деген адам мұратына жетеді деп ойлаймын. Бәрекелді. Әсел ханым, енді президент оркестрінде жұмыс істеу көп әншінің арманы ғой. Өйткені мемлекет басшысымен жүздеседі. Сол кісінің алдында, басқа елдердің президенттерінің алдында өнер көрсетеді. Осы тұста өзіңіз де біздің мемлекет басшысымен жүздескен адам ретінде ол кісі қандай әндерді ұнатады? Сіздердің репертуарларыңызда қандай әндер болғанын қалайды? Біз енді көбінесе жұмысымыз жалпы президент оркестр болғаннан кейін, президент қай жерде жүреді, сол жерде біздің оркестр, сол жерде біз концертімізді береміз. Мына Ақорданың ішінде өзіміз басқа елден келген президенттерді қарсы аламыз. Сол жерде концертімізде әртүрлі әндер орындалады. Міндетті түрде ол қазақтың халық әндері, қазақтың халық күйлері, қазақтың халық аспаптары ойналады әртүрлі жанрда. Міндетті түрде қазақтың халық билерін көрсетеді. Сол кезде мына концертіміз аяқталғаннан кейін міндетті түрде екі президент қасымызға келіп, қолымыздан ұстап, қошеметтеп, бізге рахметін білдіріп, сол кезде бір мақтанышпен, бір қуана осы концертімізді аман есен жақсы атқардық, жақсы өткіздік деп бір әдемі сезіммен кетеміз. Бірақ президентіміз енді қандай әндер жақсы көреді дейсіз, ол кісі енді әртүрлі жанрда деп ойлаймын. Өйткені біз ол кісінің алдында барғанда қазақтың халық әнін айтамыз, орыстың әндері де бар, шетелдің де әндері бар. Көбінесе шетелдің, француздың әншілері бар.
американдық әнші Франк Синатра деген әнші бар, атақты кезінде болған, сол кісінің әндерін тыңдайды. Ретро әндер, бұрынғы Муслим Магомаевтың әндерін көп тыңдайды ол кісі. Мирей Матье, сондай бір әдем. Өзіміздің Шәмші Қалдаяқовтың әндерін жақсы көріп тыңдайды ол кісі. Халық әндерін жақсы көріп тыңдайды. Сол. Тамаша, қызықты ақпарат болды деген ойдамын көрермен үшін де. Енді өнердің жолы шексіз ғой. Алға қойған қандай мақсаттарыңыз бар, жоспарларыңыз бар? Жеке альбом шығару, тағы да жеке концерттер беру секілді шығармашылық жоспарларыңыз бар шығар? Алдымда бір үлкен бір нем бар, өзі бір жоспарым бар. Ол өзімнің бір тағы да жеке концертімді бергім келеді, бірақ романс кештерін бергім келеді. Өткені біздің көбінесе романс кештері ойлаймын өте сирек өтеді. Қазір енді эстрада классикалық бағытында көрсетіп жатса, теледидардан да көрермендер барып көріп жатады. Бірақ романс кеші деген қазір меніңше өте сирек өтетін концерт. Сол үшін мен бір сол жеке концертімді берсем, сондай ішінде қазақтың халық әндерін, әртүрлі ұлттардың тілдерінде әндерді орындасам екен деп ойлаймын. Сосын екіншісі, менде енді бір алдымда үлкен бір тағы патриоттық бір ән шығарсам деп ойлаймын. Сол өзімнің бір жоспарларымның бірі осы. Романс менің де өте қатты ұнататын жанрым. Жалпы поэзия мен романс өте жақсы үйлеседі деген ойдан. Концерт беріп жатсаңыз, шақырыңыз барып. Поэзиядан, қара өлеңнен шашу шашып қайтамыз. Бағдарламамызды қысқа да нұсқа 5 сұрақпен және 5 жауаппен қорытындыласақ, әр сұрағыма бір ауыз сөзбен ғана жауап берсеңіз деген өтінішім бар. Өнерден тыс қызығушылығыңыз бар ма? Иә, бар. Қандай? Әйел болғандықтан енді міндетті түрде біз аспаздық жағынан жақсы көріп тұрамыз. Әртүрлі әр елдің аспазшыларын, астарын жақсы көрем. Өзім жасаған тамақтар дайындаған жақсы көрем. Өзіңізді музыкадан бөлек қандай да бір салада елестетесіз бе? Жоқ, елестете алмаймын. Өйткені бұл мен өмірінде жалпы елестетіп көрмеген, басқа салаға барсам екен жоқ. Өйткені бұл менің үлкен бір әншілік, музыка деген ол менің бар жан дүнием. Сол үшін мен басқа салада өзімді көре алмаймын. Өнер жолындағы басты құндылықтарыңыз қандай? Басты құндылықтар енді өнер жолында болғандықтан енді көрерменмен, тыңдарманмен, орындаушылардың арасында ойлаймын бір сондай адалдық, бір сезім, бір шынайылық сондай болса екен деп ойлаймын. Сол. Жас орындаушыларға қандай кеңес берер едіңіз? Жас орындаушыларға кеңес беретін енді осы қасиетті сахнамызда жақсы, әдемі, шедевр туындыларды көп насихаттаса екен деп ойлаймын. Жастарға тілейтінім жігер, қайрат, сол адам мұратқа жеткізеді деп ойлаймын сол жастар. Өнерге деген құштарлық пен патриоттық сезім екеуі бір-бірімен байланысты ма? Иә, байланыс бар. Патриоттық сезім деген енді адамның әр өзінің саласында жұмыс жасағаннан кейін, өз сол мамандығы бойынша жұмыс жасап, еңбектеніп, еліне, жеріне деген бір жұмыс жасаса, мен ойлаймын, әрбір адамның бір патриоттық сезімі оянады деп ойлаймын. Патриоттық әр адам өз саласының патриоты болу керек қой. Иә, әр адам өзінің саласындағы өз патриоттық адам болу керек деп ойлаймын. Иә, бүгінгі біздің қонағымыз Әсел Мәдекешева да өз саласының патриоты деген ойдамыз. Сізге шығармашылық шабыт тілейміз. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Бүгін бізде қонақ болған әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, президент оркестрі ән және эстрада ансамблінің жеке солисі Әсел Мәдекешева. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.